Қол саусақтарына арналған жаттығулар. Әр адам күн сайын қолдарымен, әсіресе саусақтарымен бірнеше қимыл қозғалыс жасайды. Ал кейбір мамандықтар саусақ буынының ептілігін ерекше қажет етеді. Бұл машинистер, музыканттар, бағдарламашылар және тағы басқалары. Қолдардың шаршағанын басып, еңбекке қабілеттілігін арттыру үшін оларды әрдайым жаттықтырып отыру қажет. Назарларыңызға саусақтар күшін, шапшаңдығын, қабілеттілігін арттыруға көмектесетін буын ауруларының алдын алатын бірнеше жаттығулар жиынтығын ұсынамыз. Мәлімет Массагет.kz порталына тиесілі. Әр жаттығуды тұрып немесе үстелде отырып істеуге болады. 10-20 рет жасаңыз және әрдайым мөлшерін арттырып отыруыңызға да болады. Әр жаттығудан кейін буындарыңыз бен саусақтарыңызды босаңсытып сілкіңіз. Жаттығу жасап біткеннен кейін саусақтарыңызды ұшынан бастап білезігіңізге дейін уқалап массаж жасаңыз. Ең алдымен саусақтарыңызды жұдырыққа дейін бүгіп, қолыңызды буынымен оңға қарай, кейін солға қарай айналма қозғалыс жасаңыз. Әр бағытқа 10-20 реттен. Қол буынын астыға үстіге бүгіңіз. Бір дегенде бар күшіңізбен саусақтарыңызды жұдырыққа түйіңіз. Екі дегенде жан-жаққа тарбайтыңыз. Саусақтарыңызды жазып, бас бармағыңызбен алдымен оңға қарай, кейіннен солға қарай айналма қозғалыстар жасаңыз. Саусақтарыңызды жайыңыз. Саусақтарыңыздың бастапқы екі бөлігін алма-кезек бүгіп жайыңыз. Шынашақтан бастап әрбір саусағыңызды кезекпен жұдырыққа дейін бүгіңіз. Кейін бас бармақтан бастап сол жаттығуды қайталаңыз. Жұдырығыңызды түйіңіз. Әр саусағыңызды бүгіп ашыңыз. Басқа саусақтарыңыз жұдырыққа түйулі болғанын қадағалаңыз. Бас бармағыңызды білекке жеткенше буыныңызды бүгіңіз. Оң және сол қолмен алма-кезек жасасаңыз болады. Қол буындарын саусаққа алақандарыңызда жанаспайтында етіп бір-біріне қысып ұстаңыз. Саусақтарыңыз бір-біріне алшақтап кетпейтіндей серіппе қимылдар жасаңыз. Оң қолыңыз бен сол қолыңыздың саусақтарын ұстап, ақырындап тартыңыз.